Жаманкулова. Тікелей эфирді таныстырайын деп отырған мен Райхан Жаманкулова, Тараз қаласының тұрғынымын. Бепик компаниясының серіктесі болам, достар. Бүгінгі әрине біздің эфиріміз Бепик компаниясы жайлы. Бепик компаниясы 2016 жылы құрылды. Әлемдік нарыққа өзінің бірақ өнімімен паш етіп көрсеткен компания. Бепик компаниясының негізін қалаушы біздің иегеріміз Дэн Пэтнам және оның отбасы, достар. 2016 жылдың 15 қарашасында Бепик компаниясы болып құрылды. Ал 2017 жылдың 15 қаңтарында әлемдік нарыққа өзін бірақ өнімімен паш етіп көрсеткен компания, достар. Біздің иегеріміздің Дэн Пэтнамның өзінің Майамида өзінің ғимараты бар, 25 этажды, және Бепик компаниясының өнімдеріне арнайы соғылған біздің өндірісіміз бар. Ол штат Ютада орналасқан. Сол жерде біздің медицина қызметкерлері және көптеген біздің Бепик компаниясының ғажайып өнімдерін шығарған біздің ғалымдар отыр. Ол бірнеше сыйлықтың лауреаттары және Нобель сыйлығының лауреаттары отыр екен. Мына суреттен көріп отырсыздар, көптеген ғалымдар бар, достар. Ең бірінші өнім ол Elevate өнімі, күндізгі тамақ қоспасы, 100% табиғи өнім, химиясыз және ешқандай консервантсыз, синтетикасыз өнімдер. Бірінші күннен бастап көптеген сертификаттары бар. Ол халал, веган, кашер сертификаттары, және FD, NASA сертификаттары, және Америка құрама штаттары, Швейцария, Германия біріккен сертификаттар. Юта штатының да сертификаты ол әлемдік сертификатқа жатады. Өйткені біздің өнімдер сол Юта штатынан өндірістен шығады, достар. Және де біздің әрбір елге келгеннен кейін бірдеген уақытта 180 мемлекет қабылдады. Қазір әрбір елде өзіміздің сертификаттарымызды алдық, достар. Біздің Қазақстанда соның ішінде қазіргі таңда осы 7 жылда біз халал сертификатын 3 рет жаңаладық, достар. Elevate өнімі ол нағыз табиғаттан шыққан өнімдерден жасалынған өнім, табиғи өнім. Бұл ешқандай дәрі емес, бад емес, достар, витамин де емес, дәрумендер емес. Және бұл біздің өнім жасушалық өнімдер. Elevate'тің құрамында көптеген саңырауқұлақтар бар. Ол өздеріңізге аты мәлім, кардицепс, ганодерма, шиитаке сияқты, және де көптеген жеміс жидектер. Біз күнделікті қолданатын қияр, қызанақ сияқты, алма, шие сияқты, брокколи, тағы да қылша, сондай 30 келі жеміс жидектердің сублимациялық сығындысы, және көптеген микро-макро элементтер бар. Бөлек-бөлек алып жатпайсыздар, достар. Кардицепс, ганодерма, шиитаке, кешіріңіздер, кальций, магний, цинк сияқты, темір қышқылы сияқты, және көптеген микро-макро элементтер және витаминдер кешені бар екен. А, Б, С, Д, Е, К витаминдері. Сондықтан енді Elevate'ті қолданған әрбір адам бірінші күннен бастап күш-қуат сезеді, достар, яғни энергия сезеді. Күш-қуат сезу арқылы бізден депрессия кетеді, стресс кетеді, көңіл күйіңіз көтеріледі, еңсеңіз көтерілетін болады, достар. Осы екеуі бар болған кезде біздің иммунитетіміз де көтеріледі, достар. Адамды жасартады, уақыты келе адамның жасы да ұзарады, өйткені біздің ағзамызға көптеген пайдалы заттар, витаминдер, микро-макро элементтер барып жатыр. Ағзамыз тазарылады, және де 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. Міне аты ғажайып өнім, атаңызға айналған өнім Elevate өнімі. Компания бір орында тұрған жоқ. Келесі жылы бізге өте тамаша өнім ұсынды. Ол түнгі тамақ қоспасы Accelerate деп аталынады. Химиясыз және консервантсыз, синтетикасыз 100% табиғи өнім. Бұл өнімде өзінің сертификаттарын барлығын алған болатын. Сондықтан, достар, Accelerate өнімі Elevate'ге қараған уақытта басқалау. Суреттен қарап отырсаңыздар, екі түрлі капсула бар. Өздеріңізде қолдарыңызда бар шығар. Біреуі ақ түсті капсула, екіншісі күлгін түсті капсула, достар. Ақ түсті капсуламыз, 2 капсула бізді түнге дайындайды. Яғни таңертеңге дайындайды, түнде ішеміз, таңертеңге дайындайды. Ақ түсті капсуламыз ол біздің ұйқымызды тыныштандырады.
бізде қан қысымының артуы төмендеуі болады, қанттың артуы төмендеуі болады, солардың бәрін нормаға келтіреді. Есте сақтау қабілеті нормаға келеді, есту қабілеттеріміз және көптеген ауруларды өзі нормаға келтіріп тұрады. Екеуі бізді табиғи формаға келтіреді. Ал күлгін түсті капсуламыз болса, біздің ағзамызды тазалаушы құрал, яғни бұл детокс рестор деп аталынады. Достар, құрамында пробиотик, пребиотик, энзим бар, достар, гумин қышқылы және мелатонин бар, достар. Көптеген далада өсіп тұрған шөптердің тамырынан алынған сығынды, яғни алоэ вера да бар, бұның ішінде бақ бар, бақпақ өнімі де бар, зімбір, алтей, көптеген расторопша да бар екен, жол-жолкен дейді. Сондықтан көптеген шөптердің тамырынан алынған сығынды, сена шөпі де бар, қара бұрыш та бар, достар. Сондықтан акселерейт өнімі біздің ағзамызды тазалаушы құрал, достар. Енді одан кейін компания бір орында тұрған жоқ. Компания бізге өте тамаша өнімдерді ұсынып жатыр. Мына суреттен қарап отырсаңыздар, Great Greens өнімі. Бұл өнім отбасына, әрбір отбасыға арналған өнім. Яғни біздің бұл да химиясыз, консервансыз 100% табиғи өнім. Гемоглобинімізді арттырады, достар, иммунитетімізді көтереді, инфекцияларды жояды, денені оттегімен қанықтандырады, достар. Содан кейін бұл өнімді балалар мен ересектерге де арнап қолдануына болады. Метаболизмді жөндейді, адамның денесінде ісігі болса, бауырды, өтті, онкопротектор, бауыр мен өтті әсіресе тазалаушы құрал, достар. Сондықтан Great Greens өнімі әрбір отбасында болу керек. Жақында бізде өте жақсы жаңалық бар. Жақында біздің әрбір кабинеттерімізде болатын өнім. Одан кейін, достар, міне көріп отырсыздар, осыдан бірнеше жыл бұрын осы әлемдік пандемия болды. Сол кезде көптеген компаниялар жабылып жатты, ал біздің компания болса одан сайын артып жатты. Бізге тамаша атына заты сай иммунокод деген өнімді ұсынды, достар. Бізде қабылдадық. Бұл иммунокод өнімінен осы өнімдерді қолдана отыра көптеген адамдар өздерінің денсаулықтарын көтерді және мынау аурулардан құтқарылды, достар. Енді бұл өнім не береді бізге? Атынан көрініп тұр, иммунокод деп тұр, яғни біздің маусымдық мезгілдік тұмаумен ауыратын адамдарға арналған екен. Гематологиялық созылмалы аурулары бар. Ерлер мен әйелдердің ауруларын жеңуге көмектеседі. Мынау химия мен және сәулелік терапияны қабылдаған адамдарға, олар үшін де өте пайдалы. Мына құрамында ананың уызынан 6 есе көп екен, сондықтан нерв жүйесінде қалыпқа келтіреді екен. Иммунитетімізді көтереді, депрессиядан арылтады, нерв, мынау шаштың түсуі, тырнақтың жұмсаруы, мына сүйектердің де жұмсаруы бар, соларға да өте көмегін тигізеді. Яғни біздің иммунитетімізді көтере отыра, мына қан қысымын, қанның жүруін, капиллярлардан жүруін тездете отыра, біздің ағзамызды тазалап шығып, иммунитетімізді көтеретін осындай тамаша өніміміз бар. Енді қараңыздар, мына тамаша өнімді де айтпай кетуге болмайды. Қазіргі таңда осындай Оливив деген өніміміз бар. Бұл біздің денелерге арналған, денелерімізге арналған бұл жапсырмалар, яғни пластыр деп аталынады. Бұны көптеріңіз білетін шығарсыздар, қолданып жатқан шығарсыздар. Қазіргі таңда бұл өнім мына ауырған жерлерді тезірек басады. Яғни құрамында капсаицин, турмалин сияқты өте біздің ағзамызға пайдалы өнімдер бар, шөптер бар. Сондықтан біздің ауырған жеріміз уақытысында, тез арада уақытысында ауруымызды басады және көптеген адамдар, осы қолданған адамдарды айтып жатыр, мынау қант диабетімен ауыратын адамдарда, оларда уақыт келе осы біздің жапсырмалар арқылы өздерінің ауруларын жеңіп жатыр екен. Одан кейін, достар, бізде компания тек қана денсаулыққа арналған емес, біздің
мына косметика жөнүндө ойлаштырып койгон, бизде кабылдадык бул өнүмдү. Бетке және териге арналган сары суумуз бул Rejuvenate Goji жидектеринин жасушаларынан жасалынган өнүм. Бул не істейді? Тек қана қолданғаннан кейін мына денемізді, бетімізді айтайық, бетімізді ағартады, яғни жалтыратады, қара дақтармен күреседі, ұсақ әжімдер, бертін келе үлкен әжімдермен күреседі достар, жояды. Және де мына тыртықтарға да, мына күйген жерлерге де өте тамаша көмектесетін осы біздің Rejuvenate өнімі. Бір өзі басқа компаниялардан мысалы көптеген кремдер алып жатсыздар, соның өзін бір өзі басқа компаниялардың 15-16 түрлі банкысын бір ғана өзі арналған өнім екен. Яғни бертін келе пластикалық отанында алмастыратын осы Rejuvenate өнімі. Сондықтан қазір кабинетімізде бар, қолданып қалыңыздар. Енді компания қараңыздар, заманауи компания болғаннан кейін бізге өте мына аты таныс шығар сіздерге, Бикардио атынан көрініп тұр, кардио деп көрініп тұр. Жүрек және қан тамырларына арналған Бикардио өнімі 100% табиғи өнім, химиясыз және консервантсыз. Қазіргі таңда барлықтарыңыз білесіздер, достар, ең бірінші орында тұрған осы жүрек ауруынан көптеген адамдар зардап шегіп жатыр, және жүрек ауруынан көптеген адамдар, жақындарымыз да кетіп жатыр. Сондықтан Бикардио өнімі бұл не істейді? Жүрекпенен қан қысымын, қанттың артуын қалыпқа келтіреді, азот оксидін күшейтеді достар, қанды сұйылтады, тромбтардың болдырмауын қадағалайды, қан тамырларын кеңейтеді достар. Осындай Бикардио өнімі өкпе, бауыр дейді, солардың бәріне мына паразиттермен де күреседі. Және біздерге күнделікті күш қуатымызды арттырады достар. Мына әйел адамдарда көптеген аурулар болады, үйіп қалған қандар болады достар. Солардың бәрін уақытысында тазалап шығуына көмектеседі. Ер адамдардың күш қуатын арттырады. Сондықтан біздің қазіргі таңда тек қана ересектерге емес, кішкентай бүлдіршіндеріміз де бар. Қан диабетімен ауырып жатқан балаларды өзім де көрдім достар. Өте қиын жағдай, сондықтан мына біздің бүлдіршіндерімізге де беретін біздің табиғи өніміміз Бикардио өнімі екен достар. Сондықтан бұл өнімдерді әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Қазіргі таңда осы жақында ғана акцияда болып кеткен өте тамаша өніміміз бар. Бұл Биопик-Ти деп аталынады, яғни тестостерон екен достар, қараңыздар. Бұл не істейді? Тестостеронның қалыпты жағдайы бұл физикалық белсенділік кезінде бірінші күннен бастап дененің төзімділігін арттырады екен, яғни төзімділік пайда болады адамда. Дене жаттығулары кезінде, яғни күш қуатты арттырады, күш қуаттың жұмсау арқылы май шегінділерінен арыласыздар, яғни адамды табиғи формаға келтіреді. Мына либидо деп атамыз, либидоны да көтереді екен, сүйектің тығыздығын ұзақ жылдар бойы сақтайды, депрессиядан арыласыз, белсенді жұмыс істеуге және өте жақсы демалуға 100% табиғи өнім екен. Сондықтан бірінші күннен бастап жұмыс істейтін осы біздің Биопик-Ти өнімі тестостерон деп аталынады достар. Сондықтан қолданыңыздар, отбасыларыңыздың бақытты болуына көптен көп 100% көмектесетін осы тестостерон өнімі достар. Мына осындай қысқаша мен сіздерге атын айтып кеттім. Қазіргі таңда біздің кабинеттерімізде бар өте тамаша өнім, жақында ғана шықты, қазір қабылдап жатырмыз бұл өнімді. Өте тамаша өнім, Drink to Shrink деп аталынады. Яғни біздің шайдың орнына қолдануға арналған өнім, яғни бізді табиғи формаға келтіреді бұл да достар. Ішті ағзамызды тез арада, тез уақытта тазалап шығатын осы шайымыз Drink to Shrink өнімі. Сондықтан бұл өнімде осындай өнімдеріміз бар. Одан кейін достар, бізде тағы да бір өте көп, мына суреттен көрсетпей қойып, барлықтарыңызға аттары танымал, өте біздің қазір салмақты тастауға арналған, арнайы салмақты тастауға арналған өнімдеріміз бар. Және мына буындарымызға арналған өнімдеріміз бар, Rejuvenate деп аталынады, тамаша өнімдер. Сондықтан қазір кабинеттерімізде тұр. Ал енді мен сіздерге айта кетейін, қазір мына кеше сәрсенбі күні
күннен бастап бізге өте тамаша акциялар жүріп жатыр. Акциямыз ол біздің Elevate Drink деп аталынады. Мысалы Elevate капсуладағы түрі болса, ол біздің құлпынай дәмінен арналған Elevate Drink деген өніміміз. Қазіргі таңда $80 тұрады. Мынау тасымалдаумен бірге $17, $97-ға сіз екі мынандай қаптамасын аласыздар. 60 күнге арналған өнімі. Қазір акцияда болып тұр. Ол да дәл Elevate сияқты жұмыс істейді, күш-қуатты арттырады, иммунитетті көтереді, достар. Депрессиядан, стресстен арылтады, достар. Сондықтан 700-ден астам ауруға ол да бізге өте көп септігін тигізеді. Және ересектерге ғана емес, біздің кішкентай бүлдіршіндерімізде мына сок қылып, фреш қылып ішуіне де болады екен, достар. Күнделікті қазіргі таңда өте ыстық, жаз айы келе жатыр. Сондықтан өздеріңіздің ыдыстарыңызға құйып алып, достар, күнделікті көшеде жүрсеңіздер де, үйде болсаңыздар да қолданып отыруларыңызға болады. Және де жаңа жүрек жайлы айтып кеттім, қазіргі таңда бірінші орында тұрған осы бикардио өнімі де акцияда тұр, достар. Қолданып алыңыздар. Осы апта қазіргі ең мына шешуші апта болып саналынады. Оның үстіне мына 31-і келе жатыр. Жақын арада біздің айдың жабылуы, сондықтан осы жеңілдікті қолданып алыңыздар дегім келеді. Міне, достар, осындай біздің тамаша табиғи өнімдер бар. Қолданыңыздар, ешқандай қорықпаңыздар. Бұл кәдімгі тамақ, достар, біздің күнделікті қолданатын дұрыс тамақтану. Яғни дұрыс тамақтана отыра біздің ағзамыз өзін-өзі көтереді. Бұл дұрыс тамақтану үшін бұл өнімдерді біз сонау Юта штатынан алып жатырмыз. Біздің ортамызда делдал жоқ. Делдал болмағаннан кейін біздің ортамызда біздің өнімдердің ешқандай жалғандығы жоқ. Яғни подделкасы жоқ. Сондықтан тікелей біз тапсырысты берген уақытта заводқа тапсырысты береміз, ал завод бізге өндіріс, бізге жақын жердегі пошталық бөлімшеге шейін алып келіп береді екен, достар. Өте ыңғайлы. Ал енді, достар, осы өнімдерді қолданып көптеген адамдар өзінің нәтижелерін алуда. Сондықтан барлықтарыңыз білесіздер, қазір мына әлеуметтік желінің заманы, YouTube каналын қарайтын болсаңыздар, өте көп өнімдер. Бір ауруды алсаңыз, мысалы қан қысымын деп алсаңыз, бірнеше нәтиже шыға келеді. Биопик, мысалы қан қысымы, биопик қант диабеті, биопик онкология, биопик эпилепсия деп алсаңыздар, көптеген нәтижелер шыға келеді, тауып аласыздар, достар. Одан кейін YouTube каналынан басқа мына Facebook, TikTok қазір жарып жатыр, TikTokта. Мысалы Instagram желісі бар. Одан кейін мына WhatsApp'тан, Telegram'нан да көре беруге болады. Өте тамаша нәтижелер бар. Өйткені біздің өнімдер табиғи өнімдер. Өйткені біздің өнімдердің ортамызда бізде делдал жоқ. Сондықтан, достар, нәтижелер көп. Ал нәтиже ол тек қана әлеуметтік желіден ғана қарап қоймайсыздар. Біздің мынау тікелей эфирден де сіздер ести аласыздар. Соның бірі менмін, достар. Мен де осы денсаулығымды түзулеймін, денсаулық үшін келген адамның бірімін. Қан қысымым өте жоғары болатын, менің 235-ке дейін баратын болатын, достар. Мен 30-дан асқаннан кейін осы қан қысыммен ауырғам, достар, және менің қантымда өте үлкен мөлшерде болатын. Соның бәрін 10 жыл бойы мен өзіміздің дәрігерлерде тізімінде тұрып, 10-шы жылы білді, менде қалқанша бездің өте үлкейіп кеткенін сол кезде ғана білді. Ол қалқанша без дегенді түсінбесеңіздер, ол зоб ауруы екен. Содан менің қолым қалтырай бастады. Ол өзінің тамырларын жая бастаған уақытта менің көкірегіме атқылай бастады, және менің белімде грыжа болды, достар. Содан мен қисая бастадым. Және 3 айдың ішінде мен салмағым 16 келі салмақ түсіріп жібердім, достар. Мына көзімнің көруі де, басымның ауруы деген, енді көптеген аурулар болды. Қазір міне Аллаға шүкір, достар, осы өнімдерді мен оның алдында дәрілермен қоса көптеген биологиялық активті қоспаны да қолданып көрдім. Септігі болмады деп айтпаймын, септігі болды, бірақ ол менің уақытыма дұрыс келмеді. Уақытысын шатастыра бердім. Өйткені таңертең біреуін қолдану керек, тамақтан кейін, тамақтан бұрын деген сияқты сондай болу керек болды. Және де ол менің қалтамды өте қаға бастады. Сондықтан
осы BEPI компаниясын 2017 жылдың аяқ жағына қарай естідім. Аллаға шүкір, мына осы бір капсуладан менің бір капсуланы қолданып, ол кезде бір-ақ капсуламен шыққан болатын. Қазіргі таңда менде бәрі жақсы, достар. Мен жасым 58-ге қарай кетті, 57-темін. Қазіргі таңда менің қан қысым нормада, яғни космонавт сияқты 120-130 болады. Қантым да бұрын 12-14 болатын болса, қазір 4-9-5-1, достар. Мына көзімнің көруі де жақсарды, басым ауырмайды, қолым қалтырап тұрушы еді, қолым қалтырамайды, достар. Және де мен белім қисаймайды, және де мен өзімнің табиғи формама келдім. Яғни менің бұрын мен өте салмақты тастап жіберген болсам, қазір мен нағыз табиғи формада тұрмын, достар. Сондықтан BEPI компаниясы міне жалғыз менде емес, қазіргі таңда көптеген біз арқылы, сіз арқылы қаншама адамдар өзінің денсаулығын түзетуде. Соның бірі, қазір мен айта кетейін, Алматы қаласынан біздің серіктесіміз Абитова Ләзатты шақырғым келіп отыр. Мен де жаңадан танысайын деп отырмын, достар. Сондықтан Ләзат, микрофон сізде, құлағымыз сізде, өзіңіздің тамаша нәтижеңізбен бөлісіп жіберсеңіз. Ләзат? Қолын көтеріш, қай Ләзат? Абитова Ләзат. Жаңа қолын көтеріп қойған. Ой, кешіріңіздер, Ахлима Нұрпейісова. Ой. Кешіріңіздер, қыздар. Ахлима, микрофонды ашыңыз, Ахлима. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, дауысым естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұрсыз, Ахлима. Айтпейсіздер, мен тауда едім. Тұрмын. Айбетпеңіздер. Өзімнің 30. Ахлима, жөнді естілмей тұрсыз, аха. Айта берейін ба? Айта беріңіз, аха. Қайырлы кеш баршаңызға. Мен есім Ахлима, жасым 28-де, Қонаев қаласының тұрғынымын. Қазірганда 4 баланың анасымын. Мендегі келген, осы BEPI продукциясына келген себебім, менде ауыратын болдым, яғни анемия болды. 4 қызымды да анемиямен босандым. Одан кейін менде гайморит болды. 7 жыл бойы алысып келдім осы гайморитпен. Сосын асқазанында тамақ дұрыс сіңбейтін. Кішкене көп жеп қойсам, асқазан көтере алмай қалатын ғой, жаңа тамақты. Одан кейін осы Ләззат ханымды көріп қап, Ләззат ханыммен жаңа несі бойынша, маған ұсынысы бойынша осыны іштім. 20 күннің ішінде менде анемия болған 90, анемиям 120-ға көтерілді 20 күннің ішінде. Одан кейін 7 жыл алысқан гайморитім кетті. И тамақты кез келген уақытта қалағанша жейтін болдым. Всегда басым үйіп қалатын ғой, басым үйіп, көзім айналып, әлсіреп, балаларыма қарай алмай қалатынмын, шаршап ұйқым қанбай қалатын. Осы қанша укол да салдырдым скорыймен де, одан кейін қаншама продукцияда іштім, ешқандай әсер берген жоқ. Осы Ләззат ханымды көргеніме, осы продукция келіп ішкеніме өте ризамын. Сіздерге мың алғыс. Қазір 2-ші ай ішіп жатырмын енді 2-ші ай ішіп жатырмын. Менде өте керемет результат. Одан басқа менде эрозия болған, женский жамда эрозия болған. И оны күйдіреміз деп айтқан ғой маған. Жақында ғана барып келдім, осы 10 күн бұрын ғана барып келдім. Сізде ешқандай эрозия жоқ деп айтты маған. Менде көріңіздер, бір басында бірнеше ауру бар, жас болсам да, бірақ соның бәрін бір айдың ішінде емдедім. Бұйырса осы неде компанияда жұмыс істеп жатырмын. Ләззат ханымның қолдауымен, сіздердің қолдауларыңызбен сіздерге мың алғыс. Әлде алар асуларымыз көп болады деп ойлаймын. Нәтижелеріміз көп болады. Бұйырса енді балаларыма, жолдасыма беріп жатырмын қазіргі таңда. Сосын нәтижемен бөлісемін результатпен міндетті түрде. Ахлима, көп рахмет, өте тамаша нәтиже. Мына қараңыз, 2 айдың ішінде осындай тамаша нәтиже алып отырсыз. Рахмет сізге, сіз көптеген адамға осы нәтижеңізбен көмектесіп отырсыз, және көмектесе әлі қаншама адамға сіз өзіңіз көмектесе аласыз. Сондықтан сізге жақсылық тілеймін, денсаулық одан сайын өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулықтары нығая берсін деп тілектеспін. Рахмет.
Ал енді достар, келесі біздің нәтижеміз. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, біздің осы Zoom желісіне айына еш болмаса бір рет, екі рет өзінің мотивациясымен бізді таң қалдыратын, бізге қаншама білім беретін біздің серіктесіміз отыр арамызда. Ол кісі екі дүркін көгілдір даймонд дәрежесіндегі біздің серіктесіміз, Алматы қаласының тұрғыны Замзагүл Тәңірберген. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Замзагүл, микрофонды алыңыз. Сізге қуаныштымыз сіздің ортамызда отырғаныңызға және бізбен тамаша нәтижеңізбен бөлісетініңізге біз қуана қарсы алудамыз сізді. Замзагүл. Рахмет, мені естіп тұрсыңдар ма? Естіп тұрмын ба мен? Рахмет. Мен міне жаңа ғана кездесуден келіп үлгермеймін ба деп тез кіріп, зумға кіріп, зер кіріп отырмын. Ал енді сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, осы зумның құрметті біздің партнерларымыз. Енді мен осы Бепиктің тағамдарымен танысқаныма 6 жыл болды ғой деймін. 18 жылы бірінші ең бірінші өзімді нәтижемді 3 күннен кейін алғам. Сол кезде қолымның мына суставтарым, буындарым ауырып, сөйтіп жүрген. Сондықтан Бішкектен бір жолдастарыма келіп осы капсуладарды беріп, не деген капсуланы білмеймін, әйтеуір жеп көріп, сонда 3 күнде буыным ауырғаны қойып, мен өзім таң қалдырған осы біздің жасыл капсуладарымыз болған. Содан бері қарай енді өте көп нәтиже алып жатырмыз. Өзім да, отбасым да, балам, қызым, шешем. Одан бері қарай көп бізде тағамдар көбейді. Ал енді бәрін білеміз, өте жақсы көреміз өзіміздің тағамдарымызды. Өзімде көп проблема болған. Мен енді жас емеспіз да, осы жаста жиналған проблемаларымыз, денсаулығымыз енді кетіп бара жатқан өздеріңіз білесіздер жаспен. Ал бірінші нәтиже алғаным сезонный ринит дейді ғой, аллергия. Қазір жазда міне не машинамен ашық әйнекпен жүре берем, неге дейсің, менде ешқандай ринит жоқ. Сезонный ринит дейді ғой, оны қалай қазақша маусымдық ринит дейді, иә. Сондай бір проблема болған кезінде ол проблема жоқ. Мүмкіндікпен уже кетіп қалды, қайтадан қайтып келген де жоқ. Екінші буындарымды айттым, содан кейін геморрой деген бізде айтуға ұяламыз кейде, бірақ геморрой деген бір пәле болған. Сол енді өте жақсы нәтиже геморройдан алып, енді бірінші, екінші капсуладан емес, біраз уақыт өткеннен кейін өзім байқадым, менде неше жыл болып жүрген геморройым кетіп қалған. Өте қиын нәрсе, оны айта берсе, көп адамдарда ондай проблема бар, айтуға кейбіреулер ұялады. Біз енді осы жаста ұялғанды қойғанбыз, айта береміз ғой. Сол геморрой деген. Содан кейін менде неше жылдық ескі псориаз болған, қолым, алақаным кесіліп, тілініп сөйтіп жүретұғын. Қазір енді ұялмаймын, алақанымды да, қолымды да көрсетуге ұялмаймын. Псориазым жоқ. Неше жыл болды, 18, енді кейбіреулер айтады ғой, осы тағамдарды ішіп, үйреніп алып, осы тағамсыз өмір сүруге енді үйреніп алып, привыкание болады деп айтады ғой. Ондай жоқ, неге десін, мен 18 жылдан 19 жылға дейін осы тағамды күнді ішіп, күнді жеп сөйтіп жүрдім да, содан кейін бірнеше жылға басқа өзімнің классический бизнесіме кетіп, тағамдарды анда-санда ғана алып жүргенмін. Енді қазір 1 жыл болды, қайтадан қайтып келіп, осы жерде бизнес жасап, осы тағамдарды бүкіл отбасымен қайтадан ішіп бастадық, жеп бастадық. Менде шешемде өмір бақи анемия дейді ғой, сол анемиясы гемоглобині төмен болатығын. Сол гемоглобин төмен болғанда 27-ге түсіп, өліп қала жаздап сөйтіп жүрген кезінде, қазіргі бізде green grade дейміз ғой, раскип пшеницы. Сонымен ғана қазір бір аптекадан бір дәрі алмай, сонымен ғана гемоглобинін ұстап сөйтіп отыр. Енді бұлай ұлым салмақ түсірем деп ішкелі, осы біздің грейд бар, сосын қазіргі шринк қалай худей дегенді алып, 2 айдың ішінде 11 килограмм салмағын түсірді. Ол да өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Ең енді өзіме өте ұнайтыны энергия. Енді күш қуат аламыз.
настроениеміз көтеріліп, сондай жұмыс істегім кеп, сөйтіп отырады. Қазіргі заманда ол да бір үлкен проблема, неге дейсін, энергия жоқ болса, ештеңке істегің келмейді. Сондықтан энергия алып, осындай жақсы мынандай өзіміздің бизнесімізді жасауға күш алып жатырмыз. Сондықтан өте көп нәтиже айта берсе, мен енді көп айта аламын, бірақ қазақша маған енді үйренгенбіз ғой орысша сөйлеп, қазақша былай кездескенде сөйлесем, бірақ осындай зумда қазақша бірінші сөйлеп отырмын. Былай қателік кетірсе кешіресіздер. Өте жақсы тағамдар. Сондықтан ең бірінші бұдар натуральный дейміз ғой. Натуральный, халяль. Сондықтан осы тағамдарға өте ризамын мен. Осындай тағамдар біздің үйімізге, елімізге келіп жатқанына. Рахмет тыңдағаныңызға. Рахмет. Замзагүл, сізге өте қуаныштымын. Енді біздің тікелей эфирге келіп, өзіңіздің нәтижеңізбен бөлісіп жатсыз. Және сіз мынау көгілдір даймонд дәрежесінде кішкене ғана уақыттың өзінде 2 дүркін көгілдір даймонд дәрежесіне ие болып жатсыз. Командаңыз үлкейіп жатсыз. Тек қана Қазақстанда ма, соны айтыңызшы. Қалай жұмыс істеп жатсыз? Микрофон. Микрофонды өшіріп тастаппын, звук кетіп қапты. 1 жыл болды осында қайтып келгеніме, осы BP компаниясына. Сол 1 жылдың ішінде енді бізде опыт деген бар ғой. Опыт болғанда енді келіп ап, WhatsApp'та, соцсетьта өзім осында қайтып келдім дегеннен кейін өзімнің бұрынғы серіктестеріміз қайтып келіп жатыр, бұрынғы клиенттерім қайтып келіп жатыр. Сондықтан қазір енді Қырғызстанда бастап жатырмыз бизнесті. Мына Западта жай ғана кездесуден келдім. Өте жас баладар міне келіп жұмыс істейміз деп жатыр осы жерде. Неге дейсін, бізде ұялатын өзі балалар өздері айтып отыр. Бұрыннан бері қарай осы тағамдарымызды ішеді екен, біледі екен. Өте жақсы ұнайды дейді. Сондықтан жолдастарым көп, содарбен бөлісіп, осы жерде бизнес жасайын, бастайын ба деп жатыр. Олар айтады, міне жерде істегенге ұят емес. Неге дейсін, біз өте жақсы тағам туралы айтамыз. Енді Запад, Астана, Таразда міне қазір серіктестеріміз бар. Сондықтан мына өзіміздің компаниямыз 100 өкіметке біздің тағамдарымызды апара алады. Біз тағамды өзіміз сатып алып біреуге сатпаймыз. Біз просто осындай ақпаратты беріп, адамдарға айтамыз. Өте жақсы өзіміздің нәтиже алғанымыз нәтиже туралы айтамыз. Сондықтан бұлай бизнес жасау оңай. Енді ең бірінші тағамдарды алып, жеп, ішіп, енді нәтиже алсаңыз, ар қарай оңай болады. Сондықтан жан-жақта бизнес жүріп жатыр. Адамдар өздері бізді тауып алып жатыр. Енді қазір Райхан білет, бұрыннан келе жатқан, бірге істеп жатқан серіктестеріміз қазір қайтадан кеп жатыр осында. Сондықтан өте жақсы, өте оңай. Ең бірінші мына тағамдарды өзіміз ішіп, жақсы көріп, міне жаңадан келіп жатқанды алып ашқанда жоқ. Бүгін енді бірінші салып көрем. Жаңа айтып кетті ғой Райхан, жаңадан ашылып жатқан, жаңадан келіп жатқан өте жақсы тестостерон деген мынанда. Мына осы біз, если, например, 17-ші жылы компания жасыл біздің жақсы көретін капсуламыз кеп бум болған о кезде. Мен ойлаймын, қазір осы тестостеронмен де бум болады. Сондықтан тезірек осыны алып, өзіңіз ішіп, көріп, елдермен бөліссеңіздер, мұна именно осы тағаммен үлкен бизнес жасауға болады. Рахмет, Райхан, сөз бергеніңе. Рахмет, Замзагүл, сізге не деймін, сізде барлығы бар, енді тек қана осы әлемнің шет-шетінен, әлемнің түкпір-түкпірінен командаңыздың өсіп, өне беруіне тілектеспін. Ай сайын емес, апта сайын көптеген даймонд дәрежесіндегі серіктестеріңіз шыға беруіне тілектеспін. Өзіңіз үлкейіп, жасыл бір даймонд дәрежесіне ие болуыңызға тілектеспін. Рахмет, Райхан, бірге болайық бәріміз. Бірге болайық. Міне достар, көріп отырсыздар, бізде осындай тамаша нәтижелер бар. Міне компания енді тек қана нәтижелер емес, бізге өнімдердің нәтижелерінен қана емес, бізге
бізде табыс көзінен де өте тамаша нәтижелер бар. Енді қараңыздар, компания бізге өте тамаша маркетинг жоспарын бізге беріп қойды. Біз қолданып жатырмыз, достар, өте керемет нәтижелер. Мына қараңыздар, компанияның маркетингі өте жомарт. Сондықтан бүгінгі күні ең ақшалы маркетинг жоспары бар компания. Жаңадан келген серіктестер басқа компанияларға қараған уақытта біз 15-20 есе көбірек табыс көзіне ие бола алады екенбіз. Ал енді біздің көшбасшылар бар. Ол кісілер де басқа компанияларға қараған уақытта 5 есе 10 есе көбірек біздің табыс көзіміз. Ал енді лайфстайл бонус басқа компанияларда автобонус деп аталынады. Сондықтан бізде лайфстайл бонус ол басқа компанияларға қараған уақытта 20 есе көп екен. Сондықтан енді сөзіміздің дәлелі болсын, достар, сіздер мұқият тыңдаңыздар, ал мен сіздерді маркетинг жоспарымен таныстырайын, достар. Ең бірінші табыс көзіміз біздің әрбір шақырылған өзіміздің танысымыздан ол $35 компания төлейді екен бізге. $35 дегеніміз қазіргі таңда 16-17 мың теңге, достар. Әрбір шақырылған адамыңыз, ол сізге байланысты. Сіз күнде шақырасыз ба, жоқ, таныстарыңызға айына бір рет па, жылына бір рет па, ол сізге байланысты, достар. Сондықтан ол сол арада, тез арада төленетін $35, яғни 16-17 мың теңге. Ал екінші табыс көзі бізде өте тамаша табыс көзі бар. 8 түрлі табыс көзінің біреусі, ол мынау лайфстайл бонус, бұл схемалар, достар. Бірінен 31-не шейін береді. Қараңыздар. Сіз екі танысыңызды компанияға шақырдыңыз. Олар өнім алды компанияда, да, достар? Екі адам өнім алды, ал компания болса сізге $35-дан $70 төледі. Екі адамыңызға, достар. Ал екі адамнан шақырған кезде оларды да біз үйреттік осылай, достар. Оларды да екі адамнан шақырып сізде үйретсеңіз, компания сізге сол схема үшін, 2-2 деген схема үшін компания сізге $100 төлейді. Алдындағы $70 мен бірге $170 теңгемен шаққан уақытта 80-85 мың теңге, достар. Енді лайфстайл бонустың тағы да өте тамаша схемасы бар. Ол сіз 3 адам шақырдыңыз. 3 танысыңызды компаниямен таныстырдыңыз. Олар өнім алды, ал компания сізге $35-дан $105 төледі. Бүгінгі таңда 50-51 мың теңге небәрі 3 адам шақырдыңыз. 3 танысыңызды таныстырдыңыз. Және оларды үйреттіңіз. Оларда 3 адамнан сіз сияқты қайталаған кезде компания келесі айдың 15-інде сізге $300 тағы да төлейді. Алдындағы $105 мен $405 теңгемен шаққан уақытта 210-220 мың теңге, достар. Міне, не бәрі 3 адам шақырып таныстырдыңыздар. Ал енді компанияда 4 адам шақыратындар бар. Олар, мысалы, қараңыздар, достар, 4 танысыңызға компаниямен таныстырдыңыз, шақырдыңыз компанияға, олар өнім алды. Компания сізге $35-дан $140 төледі, яғни 64-65 мың теңге. Ал енді соларды 4 адамнан шақырып, әрқайсысын үйрететін болсақ, компания келесі айдың 15-інде сізге $500 төлейді. Достар, алдындағы $140 мен $640 теңгемен шаққан уақытта 310-320 мың теңге, достар. Ал енді схеманың тағы да мынандай тамаша схемасы бар. Көп деген біздің серіктестер осы схеманы жасап жатыр, достар. Мына 5 адам шақырдыңыз. 5 адам шақырдыңыз, компания $175 төледі $35-дан. Яғни 80-85 мың теңге төледі, және соларды дәл өзіңіз сияқты үйреттіңіз. Яғни сіз сияқты қайталады. Олар да $175-дан алады, ал компания сізге 5-5 деген схема үшін компания келесі айдың 15-інде сізге $700 төледі. Теңгемен шаққан уақытта $875 барлығы, теңгемен шаққан уақытта 430 мың теңге. Бинарыңызбен бірге 500 мыңдай аласыз, $500 000 ақша. Мына компанияның осындай табыс көзі бар. Ал енді компанияның тағы да бір табыс көзі өте оңайлатылған, жеңілдетілген түрі бар, достар. Небәрі 2 адаммен сіз үлкен табыс көзіне шыға аласыз. Мына схеманы қарап отырсаңыздар, 1-ден 12-ге шейін тізімі тұр, бөліп қойған, достар. Яғни ол 12 айда сіз үлкен табыс көзіне шыға аласыз. Асықпай, аптықпай жұмыс істегенде, сол 2 адаммен. Сіз бірінші айда 2 адам шақырдыңыз, компания бинарыңызбен бірге сізге $35-ның $71-де $5 төледі. Яғни 32-33 мың теңге алдыңыз, достар.
Ал екінші айда сол адамдармен жұмыс істедіңіз, сол екі адам шақырып үйреттіңіз. Достар, сіздің табысыңыз көбейді, $121 болды. Үшінші айда сол екі адамнан шыққан командамен жұмыс істедіңіз, сіздің табысыңыз $150 болды. Төртінші айды қараңыз, бесінші ай көбейіп жатыр, да? Достар, қараңыз, жетінші айды қараңызшы, жетінші айдан бастап сіздің табыс көзіңіз, сол екі адамнан шыққан табыс көзіңіз $1875 болды. Сегізінші айда 3600 болды, тоғызыншы айда 7000 болды. Сол екі адаммен, басқа адам шақырған жоқсыз, тек қана сол командамен жұмыс істеп жатсыз, оларды үйретіп жатсыз. 10-шы айда сіздің бір айлық табыс көзіңіз $14,000 болды, 11-ші айда $28,000, ал 12-ші айда бір айлық табыс көзіңіз $57,330 болды. Теңгемен шаққан уақытта қазіргі таңда өте көп, 25 миллиондай, достар. Міне, бір айлық ол қайталана береді, бір айлық табыс көзіңіз. Міне осындай бізде табыс көзіміз бар, достар. Енді осындай нәтижеге жету үшін, осындай үлкен табыс көзіне жету үшін, ал бізде табыс көзіне жетіп жатқан қаншама серіктестеріміз бар, достар. Арамызда мысалы 100К дейді. Осы еңбек еткеннің арқасында талай уақыттан бері, мысалы бір кішкентай ғана аз ғана уақыттың ішінде 100К дейді. Ол $100,000-ға жетіп жатқан біздің серіктестеріміз бар. Араларыңызда отыр Айболат Құспанов, мысалға Замзагүл Тәңірберген, Ақмарал Қылышбаева деген көптеген біздің серіктестер бар. 250К деген, ол $250,000 жеткен. Осы 4-5 жылдың ішінде. Компания өзі 7 жыл болды ғой ашылғанына, достар. Сондықтан енді санап көріңіздер, біздің серіктестер қанша уақыт жүргенін. Сондықтан 500К дейді. 500К дегеніміз ол $500,000. $500,000-ға қазіргі таңда өзіміздің жоғары жақтағы тәлімгеріміз, біздің осы команданың ең жоғарғы жағындағы ұйытқысы, 2 дүркін қара даймонд дәрежесіндегі біздің серіктесіміз Ғалия Серғазина отыр. Өздеріңіз білесіздер, қарапайым таксистен қазір міне 2 дүркін қара даймонд, оны білмейтін шығарсыздар, даймонд деген көптеріңіз. Бірақ енді үлкен ақшаға жетіп жатқан $500,000 табыс тапқан біздің серіктесіміз Болат Томатаев. Кавказдан біздің серіктесіміз Марина Хуранова отыр. Осындай біздің серіктестер бар арамызда, достар. Міне пәтер алып жатыр, жер үй алып жатыр, жер алып жатыр, кредиттерден құтылып жатыр. Енді көптеген жағдайын жасап жатыр. Әлемде қыдырып жатырмын. Жақында ғана неде болып келдік, Араб әмірліктерінде болып келдік, достар. Міне сондықтан міне осындай, осының бәрі осы жердегі біздің біліміміз арқылы, осындай біздің өнімдерменен біздің тамаша маркетинг жоспары бар компания екенін көрсетіп отыр, достар. Сондықтан бұның бәрін енді осындай білімді қалай аламыз дейтін болсаңыздар, әрбір дүйсенбі күні және сейсенбі күні, сәрсенбі күні біздің компанияның егерлері шығады, және бейсенбі күні, міне бүгін қазақ тілінде болады, жұма күндері осындай біздің Zoom желісінен осындай системамыз бар, Бепик 2-2 деген. Және де біздің әрбір қалада кездесулер болып жатыр. Алматы қаласында, Астана, Тараз деген сияқты күнделікті кездесулеріміз болып жатыр. Сол жерге барсаңыздар, көптеген серіктестермен кездесесіздер, достар. Сондықтан енді барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет айта отыра, мен ортаға өте тамаша өнімменен өзін таныстыратын біздің Бепик компаниясының көшбасшысы, біздің серіктесіміз, дәрігер, полковник, және біздің сол өнімді ең бірінші сараптаған сарапшымыз Айболат Құспановты шақырғым келіп отыр. Даймонд дәрежесіндегі біздің серіктесіміз. Айболат, микрофон сізде, ал мен сіздерге көріскенше қош сау болыңыздар дегім келеді. Кеш жарық, құрметті отандастар, достар. Менде керемет бір ақпарат бергім келіп тұр. Бұл бізде тағы да компанияда автокөліктерге арналған өнім бар. Бірақ ол ақпаратты берердің алдында сіздерге 3 сұрақ қойғым келеді. Мына чатқа жазып отырыңдар, иә немесе жоқ деп. Бірінші сұрағым, 100 литр бензин немесе дизель алғыңыз келе ма? Екінші сұрағым, 5-ші бакты тегін құйғыңыз келе ма автокөлікке бензин? И үшінші сұрақ,
10 немесе 15 күннің ішінде 700 мың теңге табысқа шыққыңыз келе ма деп. Осындай 3 сұраққа жауап берсеңіз, иә немесе жоқ деп. Мінекей, бәрі де іштен болса да, сырттан болса да жазып отырсыз, иә деп. Негізі осындай 3 сұраққа бәріңізде иә деп жауап бересіз. Әрине, ол не туралы? Ол өнім жаңағы автокөліктерге арналған өнім. Оны шығарған атақты компания Америкада Pro One деген компания. Оның серіктестері компания Chevrolet, ExxonMobil, жаңағы Shell деген компаниялар есте, мысалы, құлақта келіп отыр, көбісі білет ондай компанияларды. И және де біздің компания Биепик бәріміз серіктеспіз. Сондықтан мынаны шығарған компания Pro One 3 тапсырма қойған. Бірінші тапсырма экологияны сақтау үшін шығарған осы өнімді. Екінші, мына двигательдің ресурсын ұзарту үшін. Үшінші, үнемдеу көру үшін. Осы 3 тапсырма қойып, осындай өнім шығарып отырып, ал енді көбінесе автокөлігі бар адамдар көбінесе білмейді екен. Сол өзінің ақшасын өзінің қалтасынан шығарып 100 литр бензин бакка құйған кезде сол 25 литрін далаға тастайтын көбісі білмейді екен. Ол неліктен далаға кетеді? Неліктен сіз өзіңіздің ақшаңызды далаға лақтырып жатқаныңыз? Негізі, мына жанар жағар майымыз неден тұрады? Углеводородтан тұрады. Сол 100 литрдің ішінде 25% жанбай далаға кетеді екен. Ол жанып үлгермейді екен. Ондай топливный потеря әр двигательде болады. Қандай бензин болсын, дизель болсын, оған қарамайды, сол 25% жанбай далаға кетіп жатыр екен. И сіз ақшаңызды да лақтырып отырсыз бак құйған сайын. Ал енді осы компанияның ғылымдары не істейді? Олар мына углеводород, сол 25% үлкен углеводородтан тұрады екен, жанармайдың ішінде. Сол үлкен молекуланы олар мына катализаторды шығарады, ол үлкен молекуланы кішкентай бөлшектерге бөліп тастайды екен. Сол кезде мына бактағы бензиніміз түгелдей мөлдем жанып кетеді екен. 98-100%-ға шейін. Сондықтан бензиніміз бәрі жанып кеткен кезде не болады? Экологияны сақтаймыз, қорғаймыз, біріншіден. Екіншіден, жаңағы жанбай кеткен жанармайымыз, олар мына күйе ретінде двигательдің құрамына жағылып қалады екен. Сажа дейміз, мына свечи, форсунка, жаңағы поршень, клапан, оның бәрі қарайып қалады екен. Жанбай тұрған жанармайымыз. Ал енді түгелдей бәрі жанып кетсе, не болады? Двигательдің құрамдары тап-таза болып шығады. Сондықтан көбінесе жүргізушілер сұрайды, менің автокөлігіме зияны тимей ма деп. Жоқ, әрине зияны да тимейді. Тек қана пайдасы болады. Сіздің двигательдің ресурсы ұзарады. Сіз мына ақшаңызды шығармайсыз, сіз ремонтқа шығармайсыз. Сразу айта кетейін, бұл присадкаға ешқандай қатынасы жоқ. Көбінесе жүргізушілер сұрайды, ондай присадка толып тұр базарда, магазинде толып тұр дейді. Ол присадка емес. Присадка ол октан көтеретін, октановый числоны көтеретін нәрсе, ол зиян. Көбінесе білмейді, ол неліктен зиян? Ол температураны көтереді. Двигательдің температураны көтерген кезде майыңыз қайнай бастайды. Қазанға бауырсақ пісірген кезде қазаныңыз қараяды ғой. Тура солай двигательдің ішіндегі майыңыз қайнаған кезде ол күйе ретінде двигательді құртады. Бұл присадка емес. Двигательдің температурасын көтермейді. Ол жаңағы үлкен молекуланы кішкентай бөлшектерге бөліп тастаған кезде сіздің бензиніңіз таза спирт сияқты болып шығады. Сондықтан біріншіден енді көріп отырмыз, экологияны қорғаймыз, көк түтін шықпайды двигательден.
жаңағы ресурсты ұзартамыз, ақшамызды ремонтқа шығармаймыз, майды жиі ауыстырмаймыз. Үшіншіден үнемдеу көреміз. Үнемдеу көретін нәрсе, мысалы сіз бір бактан, 100 литровый бактан 25% сақтап қалсаңыз, екінші бактан 25, үшінші, төртінші 25 литрден үнемдеу сақтап отырсаңыз, 100 литр сыйлыққа алып отырсыз, 100 литр жаңағы үнемдеу көріп отырсыз. 100 литр бензиннің бағасы қазір 205 теңге болсын, 20 мың теңге үнемдеу көріп отырсыз біріншіден. Екіншіден 95-ші бензиннен 92-ге көшуге болады. Сол кезде тағы да 6 мың теңге үнемдеу көресіз. Сонда сіз 26.500 теңге үнемдеу көріп отырсыз. Ал енді қанша ақша шығарасыз? Бір пачкасына. Мынандай қолымдағы пачкада 5 тал таблетка болады. 5 тал таблеткасы 500 литрге арналған. Бір талы 100 литрге. Сонда 100 литрден сіз 25 литр үнемдеу көріп отырсыз ғой. Сонда мына пачкеден 100 литр үнемдеу көресіз. Жаңағы 95-тен 92-ге көшкен үшін тағы да 6,5 мың теңге үнемдеу көресіз. Сонда 26,5 мың теңге үнемдеу осы пачкадан көресіз. Мына пачканың бағасы 6,5 теңге. Осындай 8 пачка алған кезде, сізге 6,5 теңгеден келеді. Сонда сіз 20 мың теңге үнемдеу көріп отырсыз. Мінекей, достар, үнемдеу көріп отырсыз. Жаңағы экологияны сақтап отырмыз. Жаңа тағы да айта кетейін, қазіргі таңда экологияны бұзған үшін ескі көліктерді тыйым салынады. Сондықтан сіз мына штрафтан сақталып қаласыз. Оны да айтып жүрсеңіз, көбінесе адамдар білмейді. Мен экология постына кіріп тексерген кезде маған айтты, сіздің екі автокөлікпен барған. Ескі автокөлікпен барған кезде 0 деп айтты. Сіздің мына зиянды түтін машинадан шықпайды, сізде 0 көрсетеді дейді. Сондықтан осындай керемет пайдалы осындай өнім көріп отырмыз, осындай қолымызға алып отырып, ал енді неліктен осы өнім арқылы ақша таппау? Енді жаңағы мен айта кетейін, 10-15 күннің ішінде қалай 700 мың теңгеге тұруға болатын жолын мен көрсетіп берейін сізге. Мысалы, мына бір пачкасын алған кезде ол 14 мың теңге жарым, 14.500 теңгеден келеді, бірақ 8 пачкасын алсаңыз 6,5 теңгеден келеді. Мейлі қалай алсаңыз да болады, бірақ сіз бір күннің ішінде 2 адам тауып отырып, сол 2 адамды үйретсеңіз, 14 мың теңге ол көп ақша емес қой. 2 адам табуға болады ғой, әрине болады. Ал енді 2 адам тауып, сол 2 адамды үйретсеңіз, сізде мына жерде 10-15 күннің ішінде 700 мың теңгеге шыққыңыз келе ме деп сұрасаңыз, әрине бәріне де ақша керек. Ақша керек жоқ адам жоқ қазір. Қазіргі таңда, қазіргі заман сондай қымбатшылық, қиыншылық заман кезде осында келу керек. Осы бизнеспен айналысу керек. Осындай франшиза сатып алу керек. 14 мың теңгеге мысалы франшизаны қайдан аласыз? Ешқай жерде ала алмайсыз. Осындай өнімді қайдан ала аласыз? Ешқай жерден ала алмайсыз. Тек қана осы компанияда осындай керемет өнім ұстап отырып, неліктен ақшаға шықпау? Жаңа біз айтып отырмыз. Мен мысалы 100 мың долларды 4-5 жылдың ішінде таптым. Ал енді мына өнім, жаңадан шыққан өнім. Мына өнім арқылы сіз бір айдың ішінде шыға аласыз. 14 мың теңге салып, 2 адам тауып, сол 2 адамды үйретіп, 48 сағаттың ішінде олар өзінің 2 адамын тауып отырған кезде, сіздің табысыңыз бір айдың ішінде 100 мың долларға шейін бара алады. Соны көбісі әлі түсінбей жатыр. Осыны енді
сізде автокөлік болса да, болмаса да, әйел адам болсаңыз, үлкен адам 80-ге келіп жатсаңыз да, 16 жас болсаңыз да, автокөлігіңіз жоқ болса да, осыны айтып, $100.000-ға шыға аласыз. Сондықтан осындай керемет мүмкіндікті жіберіп қоймаңыз, достар. Біз жаңағы Америкада осы компания ашылғанына 7 жыл болды. Бұрын МВ, неше түрлі Гербалаев деген компанияларға уже 60 жыл болып кеткен. Олар бастаған кезде бүкіл Американы жаулады. Одан кейін Европаға келді. Одан кейін СНГ дейді, Советский Союз кезінде мысалы Россияға келді. Содан кейін Қазақстанға келіп жатты. Ал енді мынандай компания бізге бірінші келіп жатыр. Біздің Қазақстан бірінші орынға шығып отыр. Сондықтан мына қазақтарды байыту үшін, қазақтарды дамыту үшін Қазақстанды Америкадан жаңағы иелер келіп отыр бізге Қазақстанға. Сондықтан бізден арғарай басқа мемлекеттер тарау үшін осы Zoom-ға шақырыңыз адамдарыңызды. Осы Zoom арқылы, осындай біздің компания арқылы, біздің команда арқылы бүкіл мемлекеттер арғарай тарай бастайды. Тарап жатыр уже. Бізден кейін Франция, Америка өздері білмейді, Америкадағылар адам. Сондықтан осының қазір қолға алып жұмыс істейік, достар. Осындай мүмкіндікті жіберіп қоймайық. Мынандай керемет өнімдер жаңа айтып отырмыз. Автокөлікке арналған, мынандай жүрекке арналған, инфаркт, инсульт болмау үшін. Мынандай керемет жаңадан шыққан өнімдер тек қана сіз бірінші біліп отырсыз. Осындай компанияда қазір істеп жүрсеңіз, осындай жаңадан шыққан өнімдерді сіз бірінші білетін боласыз. Сондықтан, достар, қызық болса, осы компанияда істеймін, осы компания арқылы байым деп осындай сіздің мақсаттарыңыз болса, бәрінен де біздің компанияда система құрылған, бәрін үйретеміз. Автороботтар бар, оның бәрі өздері үйренеді адамдар. Сондықтан командаға қосылыңдар, осы компанияға қосылып жазылыңдар, осындай мүмкіндікті жіберіп қоймаңыздар. Сондықтан осымен біздің Zoom аяқталады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше. Ал, достар, келесі кездескенше, барлықтарыңыз көріскенше аман сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, барлықтарыңызға өте көп рахмет. Біздің бүгін нәтижесімен бөліскен біздің серіктестерімізге де, тыңдаған баршаларыңызға көп рахмет. Келесіде көбірек адам шақырып отырсаңыздар, достар, өздері осы жерден көптеген ақпараттар білетін болады. Рахмет. Аман саулықта болайық, достар. Қазақ тілін көтерейік.